Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздерге кереметтей дәмді және столда өте әдемі көрінетін ананас салатын жасап көрсетпекпін. Салатты дайындау үшін бізге маринадталған ананас немесе жай ананасты қолдана берсеңіздер де болады. Сондай қалбырдағы ананасты қолданатын боламын. Және тауық еті, ірімшік, майонез және қайнатылған жұмыртқа қажет болады. Барлық ингредиенттерімізді кубиктеп турап аламыз. Алдымен осылай тауықты турап алдым. 4 бұрышты кубик етіп турап алдым. Достар, арнаны қолдау мақсатында тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Осылай барлығын турап алдым. Онан кейін енді ірімшікке кірісетін боламын. Осындай ұсақ үккіштен өткізіп алдым. Ірімшігіміз дайын. Енді келесі кезекте ананастарымызды 4 бұрышты етіп турап аламын. Келесі кезекте жұмыртқа бізде. Жұмыртқаны дәл солай 4 бұрышты етіп турап алатын боламын. Барлығын турап аяқтап қалдым. Енді салатымызды ары қарай жинау үшін мен осындай торт жинайтын кольцоны қолданатын боламын. Алдымен тауық етін салып, үстіне майонезімізді жағамыз. Жеткілікті түрде жағып аламыз майонезімізді. Келесі кезекте бізде ананастарымызды қоятын боламыз. Ананастарымызды тура тауық еті сияқты түзелеп орналастырып аламыз. Онан соңда майонезімізді жағатын боламыз. Бұндай дөңгелекке орналастырып жатқан себебім столда, дастарханда өте сәнді және тәбет ашатындай болып көрініп тұру үшін. Келесі кезекте жұмыртқамызды саламыз. Осылай салып орналастырып, әдеттегідей үстіне майонезімізді жағамыз. Ендігі кезекте бізде ірімшік. Ірімшігімізді толықтай салатымыздың бетін жауып тұратындай етіп сеуіп шығамыз. Толықтай сеуіп шықтық ірімшігімізді. Енді дөңгелегімізді салатымыздан аламыз. Салатымызды сәндеу, әдемі көрінуі үшін осылай қалған ананастарымызды салаттың үстіне орналастырсақ болады. Бұл әрине міндетті емес. Баршаңызға рахмет, көргендеріңіз үшін ас болсын.